Ассалаумағалейкум қазақ елі. Сіздермен бірге Алмасбек. Біз бүгін Атырау облысы Құрманғазы ауданы Асан ауылына келіп отырмыз, е? Асан ауылы. Иә, міне. Бізде осы ауылдың шаруасы. Аты жөніңізді таныстырып өтсеңіз өзіңіз. Әлипов Тұрарбек есімім. Шаруа қожалық па? Шаруа қожалық, осы бұрын әкемнің атында болды қожалық. Сол кісі бастаған ба? Биыл да болса өзім алып жатырмын, сол қожалық. Әкеңіз кіші енді ол кісі 47 жылғы туған. қашан бастап еді бұл шаруашылықты негізі? Шаруашылықты в общем 98-де ме 2000-дардың айналасында бастаған сияқты. Шамамен мен енді оқу ол кезде школдамыз біздер. Ол кісі бар ғой қазір, аман есен? Бар, қазір районға кетті тоймен сол. Не, биылғы жылы сіздерде биылғы жылы болғанда енді жалпы елімізде ерекше жағдай болып жатыр. Там топан су болды, жағаны бүйен шығып жатыр, басқа шығып жатыр. Сіздерде бір болмаған бұрын соңды малдың шығыны болыпты, е? Сол жөнінде айтып берсеңіз, не жағдай? Жағдай енді біріншіден қаншама малдың шығыны болды? Кенеден деп ойлаймыз енді, бұрында бұндай болмаған жағдай ғой. Бәлен жылдан осы кезге дейін өмірге келгелі мынандай мал өліп көрген жоқ. Енді кенеден деп ойлаймыз, кене малдың масқара болып кенеден. 100-дің үстінде сиыр кетті енді. Ірі қара, өздеріңізде ғана, өзіңіздіңіз? Өзімдікі, аналық сиыр. Туайын деп тұрған, апрельде туатын сиыр ғой. Иә. Ал қанша торпақ санамағанда ма сонда? Баспағын қоспағанда сол 100 деген сиыр кетті. Ол бөлік баспақ? Баспақ 10-15 баспақ кетті былай. Баспақ дегенде тіпті ана сиыр өлгенде баспақты есеп көрген жоқпыз енді. Шына керек. Пай. Ылғи аналық сиырлар ғой, туайын деп тұрған. Екі точка бар ғой енді, біреуі міне құмда, біреуі мұнда. Содан сіз әкелеміз, мұнда келеді, өп қояды. Алып келеміз, мұнда келеді, өп қояды. Жасамаған. Үсті басы сонда не? Кене қапта кеткен ба? Мына кене деген мына ішкі бетке түседі ғой, мына қолдаулар бар. Қолтыққа, шабына, шабына, арқа мына омыртқаның түгел, өрен бойы түгел. Иә. Кенеден. Иә. Енді еккенімізде ектік, жасамаған неміз жоқ. Бұрын бұндай болмаған? Жоқ. Әкеңіз де ондайды көрмеген, е? Анау 2000 жылдан бері қарай, е? Жоқ, ондай дейтін вообще болып көрген жоқ. Өмірде болып көрген. Мен осы кезге дейін ондай мал өлгенді бірінші рет көріп тұрмын. Түк жасаймай қалдыңыздар? Дым жасай қалдым. Ал ветврачтарды шақырдыңыздар ма? Өздері солай өздері малдарымен не болып жүргенде оны. Олар өздерінің малымен әуре болып, олардың да мал өлді ғой? Өліп жатыр ештеңе жоқ. Халық дейтін вообще не болып қалды ғой. Мына сіздер бір өздеріңіз осы жердегі шаруалар, осы ауылда тұрып жатқан, Асанда тұрып жатқан шаруалар бар, елі бар. Содан малдың шығыны қанша болды? Bir есептеп көрдіңіздер ме? Жалпы ауылдікі міне 100 бастан астам өзіңіздікі. Ауылдікін енді мен енді ауылдығын есептеп көрген жоқ. Ауылдан там-тұм өлді ғой. Ауылдан енді азын шоғын сиырлар ғой, 10-15 сиыр ұстайды, олар енді. Бір-екі бастан жіберген болар енді. Біздер енді шаруалар. Шаруаларда көп кеткендер бар енді. Мысалы, өзіңіздің көршілеріңіз. Енді мына Құметекте көршімнің Құметек 160 таған бас кеткен болар. Мен анда ғой, мал дейтін, сиыр дейтін біз кішкене. Қашықта ұстаймыз ғой, ауылдан айнасына жақындатпай. Солардан кетті енді, 200 бастап кеткендер бар, бізден де көп болшы кеткендер. Мен бір құрдас болған бар, Рауан дейтін. Иә. Осы Асандікі ма? 200 деген бас етті почти. Пай, обалай. Қазір дейтін шамалы сиыр қалды енді. Енді жаңағы не деді? Әкімшілік не деді? Оны сіздер не деп рәсімдедіңіздер құжатты? Дым ештеңе істеген жоқпыз, шыны керек. Бастағымыз келді, оған дымды істелмейсіңдер деді. Кім айтты? Енді әркім сөйтіп айтады, біреулердің естігені ғой. Сосын үнсіз қала қоямыз ғой баяғы. Өзіміз малдың несімен жүргенде, қайғысымен жүргенде ол. Тағы басталып сол малдың басын жүресің. Күнде бұзылып кетті, жете алмай қор боласың. Бір-екі күнде шөйтшет барып келесің, қатынас жоқ. Алып келген малың жаңағыдай, еккен уколың дармайды, істемеген жоқ, бәрін жасадық. Қолымыздан келген. Ең соңында осы майда сол егіп, нечөділ шашып, содан соңысын аман алып қалдық отыр. Нечөділ шашып, кәрелем қосып. Содан кейін ғана кішкене аман қалған. Соған шейін кететін кетті. Не укол ектіңіздер? Ебермек ектік, ебермек кетеді деп. Алмады ма? Жоқ, дым. Ең соңында Оралдың ветврачымен сөйлесіп бұрын жасаған. Сол айтты, сол нечөділмен кәрелем қосып шаш деп. Содан кейін барып кішкене соқтаттық қой. Соңғы малды. Оған шейін жасай алған жоқпыз.
Бұлай ветврачтар әкімшіліктен Жоқ, олар өздері ештеңе- келіп, Жоқ, не болып жатыр, оларға не біз жасаймыз деп. сөйлесіп сұраған да жоқпыз ол кісілерден. Оларда әркім өз шаруасымен өзі жүре береді. Ондай сұрап жатқан жоқпыз. Бұл кезде шыны керек, адам өзінің Жаңағы есінен танып қалды. елдің бәрі дейсіз ғой, Иә, әкімнің де малы өлген шығар. Өліп Енді жатыр. ветврачтікі де, әкімдікі де өледі, бәрін бәрі көлді ғой, Енді қараңыз, сонда шамаласақ, жаңа сіздің төңірегіңіздегі жаңа Рауан деген досыңызды айттыңыз, одан 200 кетті. Иә? Иә, Қасымда көрші Данияр дейтін бар, одан да кетті. Қанша? 100-ден бас кетті. Ау, Айтпайды ғой қазір. Иә. Айтпайды қазір, жасырады жаңа. Біздер шыны керек жасырған жоқпыз ол малдың күні. Тағы кімнен қанша кетті? Осы Асан ауылының шаруалары. Асан ауылда мына көрші мына жерде Азамат дейтін кісі бар ма? Ветврач қой, өзі Тілеген дейтін баласы бар. Содан кетті енді. Қанша? Енді 70 шақты бас кетті ғой, 70-80 бастан. Ал, иә. Каждый адамда сондай бастан кетті ғой. 70-80 ең көбі сол 160-тап 200 деп жібергендер бар ғой. Еме өз басым 100 бастай жібердім. Неше шаруасыздар мұнда? Ауылда негізі. Осы Асан ауылында. Өз жағын көп біліңкіремеймін. Бір 15-20 бар ғой? 15 болар, 20-лаған болар. Бар ғой, құтылай шаруа. Қожалықтар. Каждыйынан бір 100 бас дегенде сонда 1000 бастан астам кетеді ғой. Кетті ғой, кетті. Иә. Қой қаншама кетті. Оны айтпағанда, сақты айтпағанда. Қойды ол. Есеп жоқ па? Есеп жоқ, оны айтып оны қойды. Қой өзі тиым болып қойған сияқты бізге. Енді ананың жанында. Ылғи аналық сиыр ғой, туайынып тұрған мал. Жаз шығып, апрельде бастайды туайынып тұрған мал кетті ғой түгел. Қай кезде басталды сонда? Қай кезде болғанда, мен январдың аяқ жағын, февралдың бастарына қарай кетті менікі бастап. Қар кете салысымен ба? Жоқ, қар болды өйтек. Иә. Қар болды, жаңа бір еріде, бір қатты жаңбыр жауды үстіне қопарды ғой. Иә. Сол үшін енді шыны керек былтыр шөп жерден нашар болды ғой кішкене. Бірақ енді мал енді тап жол желден қырылып қалды деп өзім есептемеймін. Жылда да сондай шөппен шығып жүр ғой. Қалған мал енді сондай шөппен қалды ғой. Құмда жатқан мал сонымен қалды. Сол біз енді өзіміз кенеден көреміз. Кене деген исарап. Каждый малда жоқ дегенде бір 200 деген кене болар. Өйтіп бытысып тұр, қап-қара болып қалды. Қанды сор, толпа жарылайын деп, жарылып үстінде. Өсіп үлкен болып, өсіп барып түсе ме бірден ғой. Содан мен жаққа келеміз, мал тасып, ауырған малды құлап атқан. Трактормен прицеп етіп. Әкелесің, 2 күн жатады, 3 күн жатады, өп қат. 2 күн жатады, 3 күн жатады, өп қат. Салмаған уколымыз жоқ, системге дейін салдық. Кәдімгідей адамға салатын сияқты ма? Иә, тіпті. Емін айтпайды ешкім, ауруын, дертін айтпайды. Дертін айтқанда әркім жаңа мен мынандай уколмен егіп тұрғыздым дейді. Біреу айтады, мен мынандаймен егіп тұрғыздым дейді. Ал егесің, действует етпейді. Мен өз басымнан айтайын енді, ауырған малымнан бір мал алып қалған жоқпын ғой, бір мал. Ең соңында осы 2 сиыр жатты, ода бұзауын тастап, бұзауын түсірді, сол жатып. Бұзауы түскеннен кейін де тұрар деп. Іш тастады ғой сонда? Іш тастады ғой. Сол бұзауы түскеннен кейін де адам болып кетер, енді өлмес деп едім, ода кетті ғой. Бір мал алып қалған жоқпыз, ауырған малдан, бір мал. Болмады. Осы жерде бір 40 елулеген сиыр жатыр енді. Мына жерде ма? Өзі не істеп кетті ғой, урап қалды ғой. Иә, Ана точкеде жаңа сиырдың өзінің точкесінде де жатыр осылай үйіліп. Далада жиналмаған қаншама сиыр жатыр. Далада өлексеге толы ма? Сол жаңа мына өзімнің мына жерде сиырдың точкесі бар ғой, 30 километр жерде. Қаван дейтін точка. Иә. Сонда да енді сол өзіміздің үйдің айналасында шашылып жатқан сиыр қаншама. Жинап ала алмадық шыны керек. Қайсысы бірін жинайсың? Күн ысып кеткенде уже мал деген иістеніп кетті. Ала алмадық уже.
қора сіздерде төбесі жабылмайды екен ғой, иә? Осылай ықтап қана тұрады ғой, иә? Төбесі жабық қора бар әр жағында. Қойды қамайсыздар ма соған? Қой соған қамаймыз. Или қоздағанды ғана ма? Ауа райына байланысты қамаймыз ғой енді. Мынау ашық күндер кен қорада жатады да, содан боран шашындағы жаңбыр не болғанда әр жағында баз бар ана. Төбесі жабылған. Сол базда анада. Анада жатады. Ол енді ұсақ малға ғой. Иә. Сиырдың кашары әр жағында. Онда төбесі бар ма? Бар. Жартылай ашық, жартылай төбе ғой енді. Навес қой былай. Иә. Түсінікті. Біздер ол неге орнынан нетіп тұрған жоқ ол. Әңгіме сол неге мына жылда керемет ететін не ол. Мына киік көбейіп кетті де. Сол киіктің таскенесі болды қасқаларға. Таскене дейтіндер тұнып тұрды ғой кәдімгі мына арқасына шейін кәдімгі не істеп. Сол жазғы туралғы бірінші мына жерде сауы басталғанда нелерімізге шейін қолымызбен жол баклашкаға жинап сондай не көрдік қой. Түйеден ба? Иә. Кәдімгі арқасына шейін алып кетті ғой, шап түгел, қолтық бәрі кетті. Енді оны түбі бәрібір нақтыланған жоқ, иә? Ол таскенеден ба, таскенеден емес па? Көршілеріңіз айтып жатыр, ай таскене емес, сол басқа бір ауру болды, дерт болды дейді. Жоқ, біз оны лаборатория ештеңе анықтап берген жоқ қой? Жоқ, оған ештеңе. Ветеринарлар оған дейтін возможностьіміз болған жоқ, күн ауру, күн дейтіндер масқара боран, не оған біздерде ешқандай не болған жоқ. Хабарлайтын да ештеңе жағдайдың шөп салу сол. Мен әдейі маяңыздың жанына келіп отырмын. Өйткені кейбір шаруаларға жаңағы әкімдіктегілер өздерінше айтады дейді, сенікі аштан өлді деп. Сіздікі точно аштан өлген жоқ, иә? Былтырдан қалған шөп қой. Иә. Мұны биылғы емес, былтыр бәлен жылғы шөбіміз. Осы мынадан бастап анау дейін 3 айда тауыстық қой. Қанша шөп жинайсыз? Қанша рулон? Мұна менде мінерді 3000 рулондай рулон болды осы орада. То есть аштан өлетін болған жоқ? Жоқ, аштан өлетін болған жоқ. Неге? Шөп дейтіндер ағыл тегіл жатты. Мына стагометпенен біздер дейтіндер ана стагомет трактормен оны еткен жоқпыз. Ешқандай аштықтан болған жоқ. Біздің ойымыз сол таскенеден ана қан сорып жүрсе жаңағыдай мүмкін ауру тарады ма деген ойымыз ғой. Қан. Басқа жылы алға киік болмаған жылы онда ештеңе болған жоқ біздер. Жауын керек па аға сіздерге? Жауын керек қой бізге. Жауын жауады. Мен айтты деңіздер, ой, Алмасбек келіп айтып кетеді. Аузыңыз қамай. Иә, жауын жауады, дайындала беріңіздер. Нем? Жаңбырмен алға жер көгереді деген бар ғой, сол жеріміз көгерсе екен дейміз ғой. Енді аға өзіңіз қанша бас малдан айырылдыңыз? Қанша шығын болды? Менен 75-дай кетті осы. Ірі қара ма? Сиыр. Енді қой ешкен санаған жоқпыз. Санамайсыздар? Қой ешкен санаған жоқпыз, әр жерде жатыр сол неге қалды. Шамамен бір неге 40 шақты ешкі, 30 шақты қой кетті. Шамаменен енді неге приблизительно атак. Неге сиырдан 75-тай кетті, мен оларға жаңа айттым ғой, неге субсидия ештеңе болмағасын жерде мен ешкімге нетпеймін. Енді Алладан көрерім дедім, бұйырғаны. Мал жарас жетсер дедім де, әйтеуір мен ешкімге төлемеймін ғой, налог ештеңе. Неге кредит ештеңем жоқ қой. Солақ сосын неге көмімде тастадым. Оны састып бәрібір нету керек, көму керек, нету керек. Қоттан әнераға барып ана шұңқыр қаздым да, трактормен көмімде тастадым. Короче, үкіметке үміт жоқ дейсіз ғой? Иә, үкіметте. Қысқаша айтқанда, ешкімге де үміт жоқ, өз бетімен дейсіз, иә? Иә, өзіміздің жинаған шаруа. Ендігі жыл сол ауру қайталанса қайтесіз? Білмеймін, оны бетармен енді. Қалай енді анықталған жоқ, неден өлгені малдың бәрі анықталған жоқ. Ол сіздер жағы таскене ма, таскене емес пе деп өзіңіздің де күмәніңіз бар. Біреулер сол дейді, біреу ол емес дейді. Мен өзім таскенеден көремін, одан басқа. Ал енді ол таскене ендігі жыл не болады ал? Ал ендігі жыл не істейсіз? Білмеймін, оған ба, енді хабарлап алдын алуға бастап президент бергенде нетеміз да. Жоқ, енді мына сізбен біздің әңгімелесіп жатқанымыз сол үшін. Иә, бір жағы ендігі жылы осы жағы Атырауда, осы Құрманғазыда жаңағы ол қайталанбау керек. Оның алдын алу жұмыстарын жасау керек. Бұл ана шегірткемен күрес сияқты ғой. Шегірткемен егер күреспесең ендігі жылы еселеп кетеді. Мынаны да
жағы малдың обработкасы ма, оған басқа бір не дәрілері ма, анықтау керек бірінші. Оны енді сіз жарайды өзім көмдім деп отырсыз. А кейбір көмдірген. Давай көмде көм, әйтпесе жаның шығарам, үйтем бүйтем. Көрдіңіз ба? Ол өтіріктің арты бір тұтам дейді. Сондықтан ол бұққанмен тең де. Біз енді өзіміз үшін көмдік, сол енді құрттап бүйтіп жатады ғой. Бәрі енді бұның ешкімнен үміт, өзің айтқан жаңа үміт жоқ қой дегендей, үміт жоқ қой. Енді өзіміз мысалы ол үкіметтен жаңа кредит бірден алып отырсаң, жаңағыдай үмітің болар еді ол кезде. Көрсетсем әйтеуір міне действительно өлген ғой деп айтады деп көрер еді. А былайда енді біздерге оны нетпейтін сияқты, ешкім ештеңе бермейді. Енді ол сізде ғана шығар малдың өлгені. Ау. Сізде ғана шығар малдың өлгені. Жоқ, менде емес. Енді. Осы айналдыраның бәрінде бар. Кім мысалы? Мына көршіге барсаң қазір осы көршіде. Бұл көршіңіздің аты кім? Сариев Жанаслан деген шаруашылық. Одан қанша шығын болды? Білмеймін, ал одан да шамамен. Менен артық болмаса кем болған жоқ. Ал жақсы, одан басқа қай көршіңіз? Міне жерде Меңдеш деген бар, Иманғалиев Меңдеш деген. Әр жағында Мертаев, Абзалов бар, Рауан деген бар. Қазір бәріне соқсаң, бәрінде бар. Мен точно неше бас өлгенін білмеймін, енді біреудің мала керегі жоқ қой маған. Өзімнен 75-тей өлді міне. Төлін санамағанда, неге, ірісінің өзі, биылға. Қанша торпақ баспақ? Жоқ, сол баспағын қосқанда 75, ірілі уақытылы. Биылға бұзауын қоспағанда. Бұзаулардан да кеткендер бар, неге, 10-да 15 оны санаған жоқ мала. Сырт аман қалса болар дедік. Бірінші өзіміздің деніміздің саулығын тіледік, содан кейін неге сырт аман қалса ішінен бастан құлақ садаққа дедік. Жақсы. Енді сондықтан енді ветеринариялар келіп жатса, тексеру керек мынаның барлығын. Бұл енді ветеринариядан кетіп жатқан гәп. Өйткені солардың мал ауруын зерттейтін солар ғой. Сіз кредитім жоқ, ешкімге қарыз емес деп жүрсіз. Бәрекелді, жүріңіз. Киіктің мәселесі. Киік не? Киікті енді нема келсе, киікті жойған жақсы, ол енді біздің жойғанда азайтқан деңіз. Сіздерге зиян тиіп жатыр ғой? Бізге зиян тиіп жатыр. Міне қабақтың асты дейтіндер тұнып тұр, киіктен тұнып тұр өсігендегі. Қазір шығасыз, көресіз, бұйырса. Міне осы жаңа мен шығып келдім, міне дейтіндер қайысып жатыр былай. Ол неге аузымен бір жейді, аяғымен бір жейді, жаңа еще тұяғымен төрт. Иә, тұяғымен. Еще неге жаңағыдай несі плюс болып тұр ғой, тағы неге қосатын ауруды тарауына. Ауру таралуына, иә. Жолда неге өліп жатқан киіктер бар, мысалы, ол сели жатыр тұтасымен. Қасқыр жемеген, ештеңе етпеген, ит құс жемеген. Значит, сол ауру деген сөз ғой. Иә. Жаңа мына жолда бір киік жатыр. Бұл жануардың бір жерге тығыздығы тым артық болуы, ол эпизодия дейді, эпизотия. Эпизотияны бұзады. Ол ауыл шаруашылық малына жұға бастайды, одан кейін адамға жұға бастайды. Ол ойыншық емес Бұл киік деген даладағы жабайы ғой, жүрсе жүре берсін, жер көтереді, ел көтереді дегенше, оны амалын табу керек енді. Ертеде сіздер жақта амалын қалай тапқан? Ертеде енді менде көп үлкен әкелеріңіз, аталарыңыз. Ол кездерде неге мына қорғайды дейтін, бағат дейтін болған жоқ қой. Киік өзімен өзі жатты. Ол бәрі де киікке де үкіметтің малына да жер жетті. Ол әр жерде, мысалы бір жерде 100, бір жерде 200, бір жерде 50, солай пұтырап кетті барлық жерге. Иә. Бұлар мынаны соңынан қорғатты, қазір мына қой сияқты тым артық жиналып кетті дейсіз. Табанмен жібереді, сосын жердің де бәрінде не істеп жатқан сол енді. Тозып жатыр дейсіз ғой. Тозып жатыр мынау ақшаң. Біздің жерде мынау қыстайтын жеріміздің сұны мынау, мына жерде ештеңе жоқ қой, жайылым. Қараңыз, иә. Жайылымнан ештеңе жоқ қой. Тақыр ғой? Иә, тақыр. Тақыр қылыпты. Мынаған шөп керек, енді шөп болмаса қыстай осы шөппен асыраймыз ғой мына. Иә. Биыл шабындықтарыңыз қалай болып тұр? Биыл шабындық жоқ. Енді қысқа не дайындық бар? Қысқа білмеймін, сол енді біреу бірдеңе етер деп сол жайлап отырмыз ғой. Ақшамызға сатып аламыз, басқалай біздерде дейтін жоқ қой. Үкіметтен бірдеңе дейтін. Ана жем шөптің субсидиясын айтып отырсыз ба? Жоқ, былай енді неге әлгі жем шөптікі де, былай да енді сағырғанда біздерде
ешкім ештеңе етпейді ғой. Сатып алады. Көкем ешкімге сенбейді. Иә. Өзінен басқа. Иә. Мен Абзал Бұрауан. Асан ауылының тұрғынымын ғой, жалпы осы арада. Шаруа қожалықпен өзі. Қанша болды уже шаруа қожалықпен айналысқалы? 2007-тен бері айналысып келатырмын. 2012-ден бастап осы қыстақ болды. Одан бұрын не болды? Жайлау болды ғой. Жазда келеміз. Жазда келіп, қысқа кетіп па? Иә. Енді биылғы көктемдегі малдың шығыны болыпты. Шығын болды. Бұндай малдың шығыны сіздерде бұрын болды ма осы 12 жылдан бері қарай? Жоқ, болды. Бұрын соңды. Бұл не? Дерт па, ауру ма, басқа не ма, не болды? Қанша малдың шығыны болды? Мен енді 300-дің үстінде сиыр болды, содан қазір енді 80-дегі сиыр қалды ғой. Ё-майо. Егуге неге ештеңе көнген жоқ қой, дәріге ештеңе қараған жоқ. Мен зәттен болған білмеймін. Неше жылғы еңбек қой нағыз? Бүткіл еңбектің бәрі кетті. Енді Шын кетті. ветврачтар анықтап біліп, бұл мынандай ауру деп, сондай бірдеңе болды ма? Ветврачтар айтса да неткенде жоқ, өздерінен де өліп әтті ғой оның. Ветврачтың өзінің малы өліп әтті? Сөйтіп әтті. Сендіктің бойының ветврачтары, оларды бәрінен де олар өлді. өз малдарына түк жасай алмай қалды, түк жасай алмай жатыр ғой сосын. Енді бұл бойынша сіздер бір жерге арыздандыңыздар ма, жаздыңыздар ма, көмек сұрадыңыздар ма? Жоқ, ештеңе сұраған жоқпыз. Ё-майо, енді 80 басты қайтадан 300-ге жеткізу үшін неше жыл керек? 4-5 жыл керек. Керек қой. Е? Керек, е. Соң қалғаны да шүкір деп отыр, не істейсің? Тұқымды қайтыр. Шын кетті, не күйгенмен не істейсің? Қарайған еңбек. Қойдан да кетті, үшім 205-те қой кетті. Сонда қай кезде басталды бұл ауру? Бұл февральдың орталарынан басталды. Сізде? Е. Не, біреулер айтады жаңағы, енді әкімшіліктегілермен сөйлестім ғой, осылай мал өлді, анау-мынау не болды десем, олар айтады, олардың өздері дайын болған жоқ, шөбі болған жоқ дейді. Мен сізден шөпті көріп тұрмын, е? Шөп болды, шөп даян жоқ. Шөп тұр, е? Анарда бір скерт таусылды. Мынау екінші скерт қой. Сіздің қораңызды қараңыз қандай, навесі бәрі как положено жасалған, төбесі жабық. Кейбір ешкі мынандай тоқалтам дейді ғой не біреу, осындай бір сабан бірдеңе тастай салған ғой. Ё-майо. Бұра қаңап сол шөбін салып отырды ғой, соның өзіне қараған жоқ. Құлайды, білмеймін, содан тұрмайды өші. Акт бірдеңе толтырды ма? Бұның бәрі списанияға кетті ма, малдың бәрі не болды? Жоқ, онда ештеңе етілген жоқ. Қазір енді сіздерде ана ИСЖ бойынша оның бәрі тіркелген мал ма еді? Тіркеліп тұрған мал ғой, баздағы мал. Қазір базда сол тұр ма, сол малдың бәрі? Тұр, осы біріне ме, екісіне ме келіп қаналады. Ветврач отпускіге шығып кетті, алдында мен бір келгенде мен не болмай қалдым, малдарым дайындай алмай қалдым, жан-жақта жүрді. Иә. Содан дайындай алмай қалдым, содан отпускіге шығып кетті, осы енді біріне ме келем деген егуге, қан алуға. Сонда шығаратын болар енді. Бар малды тіркейттен қалған шығарып тастайтын бар. Не деп шығарады сонда? Білмеймін енді, қайдан білейін. Оны шығару үшін бір не керек қой, ақпарат керек қой ол. Көпшілігі мына киіктің кенесінен көреді, кене дейтін масқара болды негізі. Киіктің кесірі деп ойлайсыз ба тоже? Сөйтіп ойлап отыр қой енді. Бұрын мынандай кене болмайтын еді. Кене дейтін биыл күй жоқ болды малдың үстінде. Жеп қойды ғой. Қанын бәрін сорып алдым. Қанын ауру, біз енді оны білмейміз. Оны вообще ветеринарлар айту керек. Ендігі жылға не болады? Енді ветеринарыңыз келгенде сұраңыз, біліңіз, ұғыныңыз. Сөйлесеміз. Өкіметтен осындайда көмек болады деп ойлайсыз ба? Біреулер көп болмайды деді, сосын неден жинағанда жоқ бізде өкімет. Бермейді оған деп сөйтеді ғой. Ана суға кетіп жатқан нелерге беріп жатырмын, неге бермейді деп сөйтеді. Сосын жинай қойған жоқпыз. Өлімтіктің бәрін көміп тастадық қой, не істейік. Енді жақсы енді. Сонымен кетсін, бала шағамыз аман болсын, өздеріңіз аман болыңыздар. Бұл шаруашылық болғаннан кейін малды, басқа бірдеген кредит қалдыңыз ба? Кредитіңіз бар ма? Кредиттен осында трактор болса, Казаграп еңіз салған. Иә. Конымен алды.
Енді олар жағынан енді бұның қазір қарызын немен жабасыз? Бұрын күзде мал сатып, төл сатып жапқан шығарсыз. Енді оны немен жабасыз? Білмеймін, мен жайлап әдеммен ауысқан. Енді хотя бы қатып жүр енді соғанда. Қалай етіп жауатынымызды. Осыны қысталдым ғой мына тракторды. Мынандай қатты ойлағаны жоқ. әйтпесе шыдай тұруға болар еді дейсіз ғой, иә? Әйтпесе мынандай қатты білген. Бұның погашениесі қашан? Басталып кетті ғой. Квартал сайын, сосын жылға ғой. Қанша төлеп отырсыз? Кварталға 200 мыңдай төлеймін ғой. Көңге сосын неге трактордың өзіне. Сосын жылға миллионның үстінде үшін. Енді хотя бы осы тараптан көмек болса, жақсы болар еді ғой. Енді сонда қарасаңыз, ол жылына 2 миллион жауып тұрсыз ғой. Солай ма? Шамамен 1.8 миллион ба? Барады ғой соған. Иә, соған барады, иә. Хорошо, енді бұны енді Қазагрофинанс, аграрлық несиелік корпорация, соның басшыларының құлағына алтын сырға. Керек өзіңіз жайлы мәліметті береміз, ақпаратты береміз. Хотя бы осы тарапынан көмек болса. Біз қай жердеміз? Атырау облысы. Атырау облысы Құрманғазы ауданы Сүйіндік селосына қарасты Сеңгірбай учаскесіндеміз қазір. Өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Өзім есім Сабырғали Асылжан Гибадатович. Осы ауылдың тумасымын. Осы жерде осы шаруашылық осында. Қанша болды жүргізіп жатқаныңызға? Асыл тұқымды малы бар. Біздің жүргізіп жатқан 3 жыл болды. Жаңадан бастаған шаруашылық еді осы. Алдында без звука қоя саласыз ба? Асықпай. Енді үлкен кісілер бар, өзіңіз де бар. Бұрын соңды мынандай дертті көріп пе едіңіз? Дертті көрген жоқпыз. Біз бір қыстарда болатын еді, бірден саран 1-2 бас жаңағындай ауыратын, малдың шығыны болады. Биыл өте жаппай көп болды. Айналдырда көп болды. Бірінші өз басыңыз жөнінде, өзіңіздің шаруашылығыңыз жөнінде айтсаңыз, қанша малдың шығыны болды? 74 бас аналық сиыр кетті. 22 бас төлі. Бір 2 аптадай жаңағы не істейді, содан кейін өліп қалады, керемет бұзаулар. Сондай шығын болды. Ол сізде ғана ма, көршілеріңізде де ма? Көршілеріміздің бәрінде де болды. Мына көп миньяда болды, жаппай. Мына осы айналдырда болды. Бізде мына киік астынан көп жатты, таскене көп болды бізде. Сосын сиырдың ауыздан сілкей ағады, бір күн жатады, болды, тұрмайды, сразу өліп қалады. Болды, мал болмайды дейсіз ғой. Мал болмайды сразу. Емдедіңіздер ма, емдемедіңіздер ма? Емдегенде біз таскенеге қарсы жаңа несін әртүрлі жаңа нелерді шаштық. Незидем бар, тепак бар, солар шашып не істедік, емдеп көрдік. Таскенесі кетеді, 4-5 күнде кері туады. Бірақ сиыр дейтіндер жаңағындай ешқандай ол кезде не алған жоқ, сынама ештеңе алып тексерген жоқ. Бір күн жатты да, сол өліп қалды болды. Күнде 4-5 бастан өлді сол. Енді ветврачтар, олардың өздерінде де малдарында осындай болды ма? Жоқ, олар мынаны сынама жасап зерттеді ма? Не болды ақыры? Ендігі жылға сіздерде дайындық қалай? Енді бізде қайталанбастан не кепіл? Қайталанбас үшін мына енді сынама алу керек еді сол кезде. Сынама ешкім алған жоқ. Біздер енді өзі соны қайта-қайта жүріп, осы өле бергесін малдың шығын енді бұл асыл тұқымды гибрид малы, сосын көптеген шаруашылықтарда осы айналдырамызда өлді ғой. Сол енді бұл ауру ма, не, соны білу үшін біздер енді қайта-қайта сұрап, сол қан алдырған болатынбыз. Аудан басшылары келді, осы облыста инспекция басшысы келді. Сол қан алғанда тек қана общий анализ крови болды. Биохимия дейді ғой. Соған алды. Биохимияда көрсетті, эритроциттің жоқ екенін жаңағы. Қызыл түйіршіктердің жоқ екенін қанның құрамында. Бірақ басқалай ешқандай басқа қауіпті, аса қауіпті ауруларға ешқандай сынама алды. Диагноз ештеңе қойылған жоқ, бекітілген жоқ. Ештеңе қойылған жоқ. 2 айдан кейін ба, соны ол кезде біздер жаңағы қанның мазуға алып, пастеризға неге тексертеміз деп не апардық, подматериал апардық. Ол кезде де бауыр пайда аспай қалды. Енді солай дейді, бауыр пайда аспай қалды дейді, басқа мүшелер сау деп. Тексерді. Бірақ жаңағыда қаннан биохимия тексеретін акрес болмады мемлекеттік лабораторияда. Сосын частный ветеринарный клиникаға тексерткен кезде, микроскоппен қараған кезде уже көрініп тұрды, ана бобиоздарының не істегенін.
пироплазмоз екен, ол қанның құрамында түйіршіктің не бар екен, паразиттердің бар екен. Қойған түгел қызыл түйіршік. Сондай болды. Ол неден болады? Ары қарай экспертиза ештеңе жасалынған жоқ, иә? Ол не жасалған жоқ. Негізі енді тасымалдаушы кенеледі біздерге. Бүкіл аурудың бәрін тасымалдайды. Ол частный лаборатория, айтты. Частный лаборатория. Мына мемлекеттік ветеринария біз оны білмейміз. Ол кезде ол кісілерді окрас болмады, осы күні кешегі жаз шыққанда барып келді оларды. Ол тексерген жоқ ешкім ешқандай ауруға. Так, енді қараңыз, сіз енді шаруашылықты енді бастап жатсыз. Үйді жаңадан салыпсыз, кредит бар ма? Кредит бар, мойнымда кредит бар. Осы малға 36 миллион кредит алған болатынбыз ауыл шаруашылығынан. Енді осының енді бағып, төлінен төлеу керек болатын боламыз. Иә. Соны төлей алмай қалдық енді. Уже просрочка шықтыңыз ба? Просрочкаға шығып кеттім. Оларға барып жағдайды айттыңыз ба? Жағдайды айттым, бірақ айтқан енді алған кредит біз жауапты емессіз дейтін алды. Қалай енді мына жерде форс-мажор ғой енді мынау індет, дерт, ветеринарлар бірдеңе жазып беру керек қой, бұның малы қырылып қалды деп. Сіз малды алып сатып жіберген жоқсыз, залогта тұрған малды. Басқа ештеңе жасаған жоқсыз. Біздің қолымызға акт бергенде, актте малды арық деп жазып жүргенде, өте арық деп. Өткенде вице-министр келгенде бардық. Ол кезде де жаңа ауданның басшылары, инспекциялары не деп тұр, малдардың арықтықтан өлді деген. Бірақ ешқандай ол кезде тексерген жоқ. Біздер алып келдік қой, ауру мал екен көрініп тұр. Құрметті қауым, өздеріңіз білесіздер, біраз уақыт болды мына Атырауда мал өліміне байланысты, мал шығынына байланысты сұрақтар көтеріліп жатыр. Анау түбі ол неден шықты? Бүгінгі дейін белгісіз. Бірақ бізде мына Атыраудың шаруасы Бек мырза өзінің басынан өткерген дүниені айтып берсең, қалай болды, не болды, бұл не қылған дерт, сол жөнінде өзіңіз таныстырып өтсеңіз толық. Ассалаумағалейкум. Менің есімім Қапуанов Бек Зенғалиевич. Атырау облысы Құрманғазы районы, село Сүйіндік. Қапуанов жеке қожалығымның иесімін. Осы қыстан бері бізде мал өлуі басталды. Одан оны осы Сүйіндіктің ветеринарлық саладағы жігіттерге хабарласып, уколмен егіп жатырдық, оборотка жасадық, шашып, онымен бәрі көнбеді. Одан келіп тоқтамады, өле берді. Содан келіп мен ауданға хабарлама жібердім, ауыл шаруашылығына, Нұрлыбекке хабар бердім. Аудан әкімшілігі? Жоқ, әкімшілігі емес, ауыл шаруашылығының әкімшілігінің соған хабарлама жібердім. Осылай мал өліп жатыр деп. Тоқтамай жатыр. Содан кейін осындағы әкімшілікке келіп, әкімшілікке тіркеттім. Өлуі көбейіп кетті, бір ең сараң болса, құрсыншы, көзі жама саласың ғой. 10 болса, бір 20 болса, уже 50-ден асып батқасын уже хабар бердім. Одан уже 60 кетті, 70 кетті, жайлап 80 кетті, олар келгенше бәрін жинап, хабарлама бердім. Одан ауыл шаруашылығындағы кім еді аты? Руслан, соған хабарладық. Мынан отырып аудандық қой? Аудандық. Руслан дейтін ауыл шаруашылығындағы зам екен. Сонда қызмет жасайтын кісіге хабарласып, бұл не істейміз енді? Акт жасатамыз ба? Себебі біз неден ақша алып отырық? Субсидияларына ертең үкіметтен субсидия алып отқасын, оны ертең акт жасап бірдеме шығарту жөнінде. Сұранысы бар ғой, өйткені субсидияны алғаннан кейін мал сақталуы болу керек, сол ғой? Сол. Содан хабарласып, ол кісіге хабарласып, айттық осылай болып жатыр деп еттік. Ол дейтін, ол Қапуановқа штраф салғызамыз. Былтыр 300 басқа 30 мыңнан енді неге шөп, жемге не алдық қой, субсидиялардан алдық қой, 9 миллиондай ақша алдым. Соның онан қайтартамыз, 100 бас бөлсе 3 миллион. Соң ол кісімен сөйлесіп, мен неге ойдайсыз? Сіз неге олай алдын ала халықты қайтарасыз? Төлесем төлеймін, менің бойымнан шығу керек қой. Ертең келгеннен кейін есеп тағы, аналыққа тағы аламыз, оның субсидиясы бар.
ертең 3 миллион оны тағы айыру керек болады. Сол себептен түсіндіріп айттым ол кісіге. Содан келіп екеуміз кішкене сөзге келіп. Сақтық шара ғой, иә? Иә, сақтық шара. Иә, одан мен сіз субсидияны алғаннан кейін оның жауапкершілігі бар. Иә, жауапкершілігі бар. Оны білеміз. Сол себептен мен оны акт жасап шығартуға баяғы ақылдасайын деп отырмық қой. Ақылдасайын деп отырмық қой. Ол қате ақпарат беріп, мұндағы жеке қожалықтар бар еді тағы да. Олардың бәріне осындай штраф төлейсіңдер. Осылай деп оларды кішкене нетіп жүрді, қорқытып жүрді. Сол екеуміз кішкене сөзге басқа шаруалар кімнің малы өліп жатыр, иә? Өліп жатыр. Жаңа ана ар жағындағы Асылжан дейтін Тоғжан қожалық. Оның бер жағында көршіміз мияңда Бақтапа дейтін бар еді. Одан да 100-дің үстінде кетіп қалды. Асанда ана ар жағында көршісі одан 200-дің үстінде кетті ау деймін. Оның ар жағында Асаннан Тұрарбек дейтіннен одан да бір 100-дің үстінде кетті. Бәрімізден өлім көбейіп жатыр. Хабарлама беріп жатыр. Баяғы анықтасын, неден өліп жатыр. Неден енді обработка жасап жатыр. Жасамағанымыз жоқ. Видеосы бәрін фиксация жасап жүрмін өзім. Бәрін басындамын. Сол жақсы. Содан қалды. Біздер келіп, анда барып бәрін акт жасатып, жігіттерді шақыртып, содан ауданға бардым. Депутат мырза Мансор дейтін ағайымыз бар еді. Осы округ Сүйіндік Азғыр өңірінің депутаты. Сол кісіге шақыртып алып, ақылдасып, осылай болып жатыр. Естиміз. Мен районға кетіп жатырмын, районға бірге барайық, ақылдасайық деп. Содан районға бардық. Руководитель аппараты Қайрат Бекен. Сол кісімен барып, ауыл шаруашылығында жігіттерді шақырып, олар келгеннен кейін айтты, ойбай сенікі дейтін аштықтан өліп жатыр дейді. Мен айтамын, үйімде шөбім бар. Бәрін салып отырмын. Содан сол жерден келіп, ойбай жақсы акт жасатамыз сіздікін. Ананың ИСЖ-дан шығартамыз. Ауылға барып, ананың ветврачтармен хабарласып, қаздырып, ананың өртеп, нетіңіздер деп, акт жасатамыз деп. Ауылға келдік, сол жерден солай қалды ол жерден. Кімді шақырып алды, жаңа Русланды. Руслан мойындаған жоқ, мен олай айтқан жоқпын деп. Осында келді. Руководитель аппараттағы мойындаған жоқ, иә? Иә, мойындаған жоқ, олай айтқан жоқпын мен деп. Руководитель аппарат бәрін шақырып алып, ішке соны жолықтырды бізді. Мен айттым басында, маған ештеңе керек емес, мен акт жасатып, сол шығартуым керек деп. Содан келіп, мында келіп, жаңағын өртеп, бәрін акт жасап, 126 бас бекен өлген. Содан 4 басты, 3 басты неге, одан кейін өлді, одан кейін, акт жасатқаннан кейін. Тағы өлді. Оны апарып, неге, патматериал апардық, 3-4 рет. Лабораторияға. Өздері келді, өртеп болғаннан кейін, бәрі әбден болғаннан кейін, ауыл шаруашылығынан Асылбек, Асланбек дейтіндер келді. Ветеринарийдің бастықтары. Қан алу. Соны біз түсіндіріп айтып жатырмық. Мынаның біз қанын алып, неден өліп жатқанын білейік те, халықтың бәрін ертең мынадан ауру боламыз ғой. Вдруг жұқпалы ауру. Иә. Сүтін ішеміз, етін жейміз. Мен ойымда болған жоқ дейсің бе, бәрін өлейін деп жатқанда бауыздап, колбасныйға жіберуге, Атырауға. Мен айтып жатырмын солай. Түсіндіріп, қан алайық, бұны бір жаны шығарайық. Содан бәлен рет патматериал апардық. Қан алғызғанда бізде лаборатория жоқ, оны алатын. Атырауға апардық, қан, ол тек қана иммунитет төмен бе, жоғары ма, соны білуге. Ол қыстан шығып тұр. Уже марттың кезі ме екен? Марттың кезі ойдым. Уже көкке уже ілініп жатқан уақытта. Солай, соны ақыры таба алмадық. Одан частныйға бердік. Плиплазмоз деген диагнозбен шығарып берді. Ол не деген сөз? Ол бір дерт қой, ауру ғой? Ол кенеден пайда болған ауру. Қалған басқа не жоқ екен басқа. Мен Чумнийға да жолықтым. Чумнийға барып жолып өтік, бізге болмайды. Шыққан нелер тағы бірдеме, басқа бірдемелердің етін аламыз қан. Имені малдықын алмаймыз деді. Одан несін алатын болды, тағы бір, оның бір лабораториядан несі келмейді бізде әйнек бірдемесі жоқ екен. Оны да алмадық. Осылай жүріп шаршадық. 129 бас осы мал үшін отырып, осы ауылда. Ол енді кеше осылай жүргенде біз шаруаларымызбен
ауыл шаруашылығына кірдік кеше. Олар айтады, ауру дерті, ауру дерті жаңағы плазмоз неге жатпайды. Субсидия етуге или тағы жаңағы үкіметтен ақша қайтарып алуға жатпайды дейді. Жаман ауру болу керек дейді. Ол жаман ауруға бізге қараған жоқ. Егер де тексергенде жоқ. Тек қана жаңағы иммунитет төмен бе адамда болады ғой. Қанын алып, тек қана иммунитеті қалай екенін қарайтын. Сондай себеппен егер де жаман ауру болатын болса, біздің ауылдан шығып отыр. 2 хозяйстводан шықты. Бір Әлмағай дейтін, бір Ғазиз дейтін кісілерден түгел сол ауру шықты. Яшур. Оны алды да өткенде келіп басып сатты онда. Укол беріп. Ол кісілердің өздері, олардың өздерінде... Сіздердің малға яшур салынған жоқ укол? Салынған, жоқ, яшурға бәріне егіліп жүр менде. Түгелмен. Тұрақты егіліп жүр. Өздері, ветвраштардың өздері келіп, менікін егіп, жаңағы обороткышын жасады, шашты, оған қарамайтын. Өле өрт бір. Келет, мал бір күннен кейін басын бұрады да, өледі де қалады. Таңертең барсаң өліп өтеді. Егер аштықтан болатын болса, 10 күн жатады ғой. Мал дейтін. Адам мен мал бәрі бірдей ғой. Егер енді оғанда бізге де бермесе де, яшур шығарып, оғында жауып тастады. Біз маңдалада халықтың өзі дейтін сонымен қамтамасыз жасап отырық. Етін жеп отырық, сүтін ішіп отырық. Оны апарып біз Атырауға апарып сатып отырық. Ол Атырауға жұғып отыр ма? Ол сіздер жарайды ауру мал сатпадыңыздар, басқалар апарып сатып отыр ғой? Сатып отыр ғой, енді кеше айтқан ауру шықты. Одан аны жасайды, ол адамға жұғады. Адамға жұғады. Не ауру екен ешкім білгісі келмей отыр. Енді кеше жақында ауылға есеп беруге Абат Сайпалауы келіп кетті. Сонда әңгімесінде айтып отқанда, сіздің 2 қожалық Атырауда жүр, оны өздеріңіз біліп отырсыздар, аштықтан өлді деген айтып отыр. Енді оны өздері көру керек. Өзіңіз жаңа шет жағасында көріп кетсіз. Шөптері бар. Ана 200 бас өлгенде де шөбі бар, қорасында көрдіңіз. Бәрінде де жемін, шөбін салып отыр. Ол дейтін басқа аурудан деп есептеймін өзім. Осыдан бір апта бұрын ба, 10 күн бұрын ба, ана вице-министр Бердалин келді. Сіз қатыстыңыз ба ол кезде? Ол кезде мен қатыса алмадым, жаңа інчек қатысты. Ол айтты ма осы мәселені? Осы мәселені қозғап отыр екен, оны сөйлетпей тастапты ғой. Вице-министр Бердалин ба? Бердалин, вице-министр Бердалин. Хотя сол кісінің сұрағы бұл. Ветеринария нақты жауапты вице-министр Амангали Бердалин. Ол кісімен жолықтырмай тұр ғой енді. Біздің облыстық зам Марат болыпты. Ауыл шаруашылығында? Жоқ, ауыл шаруашылығы емес, недегі облыстық зам әкім. Жоқ, сол ауыл шаруашылығы курировать етеді ол кісі. Сол кісіге қарайды, Алдында барып едік, ол кісі жиналыста болды, ол кісі кіре алмадық. Ол кісі бұрын енді біздің районда әкім болған. Біздің мұнда келді, жағдайымызды біледі ғой деп кіргіміз келген, ол кісіге кіре алмай кеттік. Жиналыста болды. Енді осы сізге жүгініп отырық. Осы бір жағын шығарып берсеңіз деп ойлаймыз. Енді біз көрдіңіз жолды. Маңдалада ешкім бізді санға санбай есептемей тұр ғой енді адамдыққа. Мынау енді ауруды да жауып тастайды, мынаны да жауып тастайды. Ол дейтін, мысал айтқанда... Ол белгілі ауру болса ғой, жарайды. Ол сіздердікі де жаңағы анау кене болуы мүмкін деген ғана ол догадка. Оның нақты сараптамасы жасалған жоқ. Тексерілген жоқ, ол дәлелденген жоқ. Ол шынымен де жаман ауру болып, енді қайдалынса не болады? Енді тағы қайталанса сол ғой. Бір қылқанда қаншама малыңыздан айырылдыңыз. 129 Енді жылы тағы да сөйтсе. Онда қайда қалып сол ғой енді. Онда бәріміз мұнда, біз осы ауылда тек қана осы ауыл шаруашылығымен отырық тек қана. Осы өңірде сүйіндік, бағыдық. Бағытта халықтың саны уже азайып кетті. Бізде 2800-3500 болып еді. Шамалысы кетіп, қазір жастардың өзі берға келіп жатыр. Ал осы мал шаруашылығымен отырық, ал мал болмайтын болса, бір адай уже адамда болмайды ғой. Малды дейтін көтеріміз келіп, сол жүр себеппен отырық қой енді. Негізі бұл дерттің себептерінің бірі, мен ол айтқанда, айтамын да, айта да берем.
мынандай биылғы аномальный жылда, қыстың күні жауын жауып, одан кейін артынан қар борап, одан кейін көктем ерте шығып кетіп, жағы су тасқыны болып жатқан кезде табиғатта бәрі қозады. Бір-бірімен байланысқан. Бұл да сол төтенше жағдайдың салдарының бір себептері. Ол тек қана ағынды су немесе басқа емес. Бұл құрт жәндіктер, одан қалса улы шөптер не шықпай жатыр. Осының барлығы шығады. Міне, биологиялық қауіпсіздік біздің елімізде өкінішке орай міне осындай деңгейде. Апарды көмді, оны зерттеген де жоқ. Оның орнын обработкада жасады ма, жасамады ма, қожайындар өздері жасаған шығар. Ал даланы қайтты. Ал ендігі жылы не болады? Мына киіктің мәселесі қайтадан қаптап, бәлкім киікпен келіп жатқан дүние шығар. Өйткені киіктің саны шоғырланған сайын ауру тарауы ауыл шаруашылығы малдарына үдей түседі. Ауыл шаруашылығы малы ауырғаннан кейін ол адамға жұғады. Адам жұққаннан кейін ол бітті біздің ұлтымыздың денсаулығы. Сондықтан да бұл жерде мен ойлаймын, сіздердің ветеринария саласында өте өрескел қате кетті. Бұл ветеринария саласы тек қана сізге емес, жалпы елімізге байланысты үлкен проблема. Енді осы мәселені өзіңізбен келіскендей облыс деңгейіне көтерейік, шығарайық, әрекеттенейік. Өйткені сіздің жаңағы алған мемлекеттік қолдауыңыз бар. Ана жігіттердің біреуісінің тракторының несиесі бар, біреудің малының несиесі бар. Былай қарасаңыз, ұрынып жатқан қазақтың шаруасы. Хотя бы бұлардың бәріне ана несиесін сырғытып берсе ары қарай, түк болмағанда енді адами тұрғыдан қарағандаш, соның бәріне енді әрекеттену керек. Сондықтан, құрметті қауым, бұндай заттарды үндемей қалмаймыз. Біз жаңа Қазақстанды басқаша құра алмаймыз. Осындай дүниелерді ашық айтып, өз құқықтарымызды қорғап, осылай әрекеттеніп жүруіміз керек. Рахмет. Рахмет. Амансыздар. Акционер қоғамда. Жалпы жаңа 46 шаруаңызда, 46 шаруа дедіңіз бе? Шаруа қожалығы ғой. 46? Иә, 46 шаруа қожалығы. Енді жалпы мына округ бойынша біздерде қой ешкі 50 мыңның ішінде қой ешкі бар. Жаңа сүйіндік 10 мың қосқанда. Сондай бәрі. Жалпы тұтас есепті бір береміз ғой. Енді ол бөлек-бөлек біздерде мына мал дәрігерлерден шығады ғой есебі. Нақты біз әлгі кеше 7-ші айдың есебімен мысалы біздерде бергенде 53 мыңдай не бар. Әрі қара қанша? Әрі қара мысалы 10 мыңның үстінде бар. 7 мыңдай жылқы бар мысалы. 10 мың әрі қара, 7 мың жылқы. Көктемдегі ана малдың өлгенінен мал азайған жоқ па? Енді болады ғой енді. Енді өлді, орнына қайта келді, толып жатыр, енді өсіп жатыр. Ол келіп жатқан жас мал ғой. Жас мал, иә. Өлген үлкен мал. Енді ол жөнінде жаңағы аналық бас өлген. Өлді, иә. Өлім болды, ол жөнінде енді. Шамамен қанша пайыз сізде былай өзіңіздің ойыңызша? Қалай? Қанша пайыз бар? Малдың өлгені. Енді оның есебі қазір менде бар. Осы 300-дей ірі қара өлген болу керек. 300-дей? 300-дей, иә. Бектің шаруа қожалығын біледі ғой. Кезінде біз енді дер кезінде ауданға хабарлап, дәрігерлер келіп қарап өзіне. Сіз таза сүйіндік бойынша, иә? Сүйіндік округі бойынша айтып отырмын. Асанды қоспаған. Мен жоқ, ол округтерге шаруам жоқ, мен ол округті білмеймін ғой. Мен өз округім бойынша. Енді көктемде қайталана ма, қайталанбай ма? Енді оны бір алла біледі ғой, мен енді құдай емеспін, білмейсіз онда қалай болады. Оны ветеринарлар білу керек қой. Енді ол оны айта алмаймын, келесі көктемде қайталанатын, қайталанбайтын. Мысалға, осы биылғы қыс дейтін жалпы біздерде өте ауыр болды. Қиын болды, жасыратын жоқ. Енді былтырғы қыстарда мысалға ондай не болған жоқ. Шығын болған жоқ. Шығын болған жоқ ондай. Енді ол ел болғасында шығын болады, бірақ мынандай көп шығын болған жоқ, жасыратын жоқ. 300 дейді, шамамен сіздердің есептеңіз бойынша қанша, Беке? Менен енді 129 бас қой. Жаңа кімнен 80 бас. 200 бас. Бер жанда кімнен 101 бас. Ана біреу жағы 300-ден қалған 120-асы. Ол бізге соқпайды. Мына ол қырқылған ба, 400-дей болып тұр ғой, 300-дей
500'дей бола ма? Бұл кісілердің есебінше. Көрдіңіз ба? 10 мыңға... Енді бұл біз 10 мың басыра ғана, біздің өзіміздің жаңа акт жасап, біздер іштен кісі жіберіп, дәрігермен акт көргеніміз ғой. Мысалы бізге келіп хабар беріп, біз барып қарап акт жасап, осылай жасадық. Сосын біз тиісті органына хабарын бердік. Кімдерге? Біз ауданға дейін, біз енді ауданнан асып жоғарғы асып кеттік. Жоқ, тұра тұр. Енді қарыңыз, бір мына жерде не тиісті хабар беріңіздер, дұрыс. Ана не? Мысалы жаңағы азаматтардың біреусі кредит қамал алған екен. Соның почти 50% ма қанша мен білмеймін, 70-80 мал өлді. Енді ол несиесін қайтеді? Ол жөнді мен білмеймін. Оны дейтін, мысалға айналысып жатқан мамандар бар ғой. Ол енді бізден оқыртын алған жоқ. Ол енді жаңағы алды, неден алды ғой. Жоқ, ол АКК-дан алды. АКК-ға керек осы жерден тиісті құжат. Тиісті құжат енді біздер... Тиісті құжатты береді ветеринар, одан кейін сіз растап. Ол қазір жігіт неге бару керек? Пролонгацияға ма или форс-мажор, оның кредиті списация ету керек, бірдеңе болу керек қой енді. Енді оның мойнында қарызымен ол қазір ана бүкіл жерінен алады, үйінен айырылады. Ол басқа да ауылда үйі бар ма жігіттің? Жоқ, қалада. Қалада? Қаладағы үйін залог қойған шығар, мысалы бір ошақ жаңағы ортасынан түсейін деп тұр. Енді оны... Сіздің ауылдікі? Иә, біздің ауылдікі. Кім ғой? Есімін жаңағы... Сабырғали Басылжан ғой. Иә. Сабырғали Басылжан. Енді ол бізге кезінде ол хабарлама берді. Біз ауданға хабарладық. Ауданға дәрігерлер келді. Несін шығарып берді. Ол енді оның қорытындысы өздерінде болу керек. Жоқ, қорытынды жоқ. Ода не дейді? Арықта бөлген деді ме тоже? Оған мен жауап бере алмаймын оның. Дәрігері беріп тұр ғой. Мен дәрігер емеспін. Не емеспін. Біздер көргенімізді акт жасап апарып бердік. Олар келді, қарады, жасады. Енді арықта бөлгенде оның жаңа шөбі тұрды ма? Жаңа оның шөбі тұрды. Қай үйге бармадық, қай қораға бармадық, бәрінде шөбі тұр. Енді биыл шөп мәселесі қиында болды. Көбінде мысалға шөп дейді. Маяда шөбі тұрды. Маяда шөбі тұрды. Былтырдан қалған. Солай ма? Олар әдейі біз келеді деп жасап қойған жоқ шығар, Құдай біледі. Әлгі былтыр қаланған күйі, көне қаланған көрініп тұр. Шөбі бәрі тұр. То есть ана жерде жаңағы ветеринарлық врач, ол ақытқа сізде қол қойдыңыз ба? Жоқ, мен ғой. Мен жоқ, ауыл әкімі ретінде сіздің қолыңыз бар ма деген ғой? Жоқ, оның ішінде жоқ. Көрсіз біздер мысалға мындан іштен дәрігерлер, біздің жаңағы мамандар барып, немен қарап, санап, маманшылық әкімшіліктің барып, өлгендерін біз мынандай мал өліп жатыр деп акт жасап, фото түсіріп ауданға жібердік. Сосын аналар келді. Комиссия келді, комиссия қарап, сосын қорытындысын шығарған. Енді сізде бір шаруашылық күйрейін деп отыр. Өзі бар жоқ 46 ақ. Соның ішіндегі асыл тұқымды деген сол ғана ма, или басқа да бар ма? Герефордпен. Сол ғой тек. Тек қана сол. Сізде сол опырылып түсіп жатыр. Экономикалық тұрғыда. Енді ол біз кезінде жаңа айтып отырмыз, кезінде біздер бердік, хабарын бердік, келді, қарады. Оған бек білесің ғой, жаңа неден де келді, облыстан да келді, мысалы келіп қарап, қанын алып, несін алып, кетті, нәтижесін шығарды, берді. Жаңа сіз айтып отқан сол жаңағы неден деді, арықтықтан деді, сондай. Енді ол жігітке қалай көмектесесіздер? Енді бұны сіздің өзіңіз былай көзіңіз жетіп тұр ма? Точно арықтан ба, арықтан емес па? Жоқ. Сіздің малыңыз өлді ма? Менде мал жоқ. Вообще жоқ. Енді ауылдан жасыратын жоқ, ондай мал көп өлген жоқ. Осы біздерде 3-4 қожалықта өлді, жаңа Бекте өлді, кімде өлді. Сол 500 бастың өзі оңай емес қой. Мысалы біреуден, екеуден өлгендер болды мысалы ауылда. Ол 500 бастың сыртында. Мына кісіні айтып отырған жоқ, бәрі соның ішінде, жаңағы ішіндегі мал ғой айтып. Жоқ, мына кісі 4-ақ кісіні айтып шықты, иә? 4-ақ кісіні айтты. 4 кісінің өзі 500 шықты. Иә, ондай көп мысалға ауылдан. Ал енді әрбір неше түтін? Мұнда округте 500-дей түтін бар. 500 түтіннен және де 1-2-ден өлсе. Бәрінде бірдей емес, ондай бәрінде өлген жоқ. Енді мал болғасын жерде ол болады ғой енді. Ол қыс болғасын жерде ол жылда ол болатын құбылыс қой. Мысалы, біреу аурудан өледі, неден жылда болады кей кезде.
сіздерде бір жақта малды жаңағы жалғыз сиырын ешқайда шығармай ма, жазда қыста жайылымға жіберей ма, үйінен бағып қағып шығара ма? Үйден иә қалай уже бізге жерге қар түседі, содан уже қар кеткенше тұрады ғой. Бізде ондай әлгі құм емес, біз әлгі далаға жайылысқа неге нетпейді, сол ауылдың ішінде үйдің өзінің қорасында жем шөбін дайындап шықпайды, иә? Шықпайды, иә. Бірақ сонда да жаңағындай өлім жетіп болады, иә? Кей кезде болады, мысалы бәрінде бірдей емес, болған үйлер де бар, болмаған үйлер де бар, мысалы. Ветврач ма? Ветврачтар осы жаңағы кісілер келіп солармен жүреді. Не кісілер, ауданнан ба? Ауданнан емес, алдында сол бір не жөнінде сияқты. Өздерінің жұмыстарына байланысты. Ол сол жақсы болар еді егер өздерінің аудандық жұмыстарынан болса. Солармен олар шығып кетті, қазір жоқ. Звондауға бола ма? Қазір тоже шақырып, ана жиналысқа жандақ кісімен келсін. Кімде көктемде мал өлді? Тас кенеден, басқадан. Қанша бас? 30 ба? Қожаным Рамазан, жеке қожалықпын. 20-30 бас өлді, 30 бастай сиыр бас. Ірі қара ма? 10 бас қой өлді. Осы ауылдың ішіндесіз бе сіз? Жоқ, шаруашылығым бар жолда. Алайғыр қыстағында. Неден өлді? Кене бар, сосын кенеден өлді көбі. Ветеринарлар келді ма, тексерді ма, анализ алды ма? Қалған жоқ біреуде. Ол ендігі жылы қайталанбасына кім кепіл? Ол точно кене ма, кене емес па? Басқа ауру ма, қайдан білесіз? Мен білмеймін еді, ветеринар келген жоқ, айттым. Келген жоқ, сараптама жасаған жоқ? Жоқ, жасаған жоқ. Тағы кімде мал өлді? Ақсақала бері қойшы. 3 бас сиыр, бір 10 шақты қой өлді менен. Бірақ тіпті оның не біздер енді өлген малды ондай тіпті ветеринар шақырғанда да не деді, олар ештеңе айтпайды. Сосын бізді шақырмаймыз. Олар принцип солай. Олар май ішкендей. Ветеринардың өзінің малы өлді ма? Ол өсіп өліп жатқандар білмеймін ал. Өзіне де өлді. Ол өсу оларды білмеймін ол. Енді вот қызық қой, ветеринар болғаннан кейін соның түбіне жету керек қой, анализін жасап, сараптамасын жасап. Ендігі жылы қайталанбасына кім кепіл? Ол жылда қайталанады, жылда қайталанады. Ол ондай системада емес. Ол жоғарыдан келеді, үндемейді ветеринар. Не дейді ол? Мына ауылда өлген малдың Жоғарыдан сөйлеп отыр ғой. ауылда өлген малдың биыл 500 бас өлген болар. Ірі кім Данияр сөзі қатысты ғой, мен көз отыр. Ана мусорларда бәрінде. Ал ірі мал кіші уақ малын қосқанда. Өртеп таусалмадық. Ажыренсең бұлай қалды шіріп. Ол не аурудан екен? Жылда өледі, бірақ биыл көп өлді. Араласып сақтап отқан көзіммен көрдім. Сақтайтын орын жоқ мұнда. Холодильника ма? Иә, домашний холодильника кәдімгі тамағымен бірге сақтап отырды. Осы 1-2 жыл болды енді. Оның бір жанында желге қоймаған болар еді. Оның алдында да көтердік біздер, ана бөлек не салып беріңдер деп. Өйткені ауыл шаруашылық бөліміне бардық, ол осылар көтердік, бөлек салып, справка алынбайды, интернет жоқ. Жаңа көрдіңіз ғой, жаңа кірген затыңыз сол ветеринарийдің бөлмесі. Қанда бәрі, қанда жаңа малды не істеп келгеннен кейін, жаңа ауру малдарды емдеп келеді ғой, емдеп келген киімі де, аяқ киімі бәрі сонда тұрады сол ішінде. Өздерінің киімі бермейді. Қанда тұрады, дәрі де сол ішінде тұрады, вакцинада. 11 бас сиыр өлтірдім мен. Өлді. Шығын болды, иә? Иә, шығын болды малымыздан. Сосын қойды өлді. Диагноз? Оны қаратқан жоқпыз. Өлді, қалды. Кімге барамыз? Жоқ, аштан өлген жоқ па? Жоқ, аштан өлген жоқ. Себебі өзім бас қасында болам. Иә. Өзім сол малшысымын. Иә. Жем, 10 тонна жем алдым. Малымды жемдедім. Шөбін бердім. Бірақ енді өлген малды. Алып өлді ма? Жоқ, өзі не алды айтамыз. Өлген малды сен қара ойбай бейт деп ешкімге айтқан жоқпыз.